Сәлеметсіздер ме? Мен Мукуш Жанарбек Елукенұлы, Павлодар облысы Ақтоғай ауданы Шолақсар ауылының тумасымын. Дәл қазір Нұрсұлтан қаласы нөмір 81-ші Астана English School гимназиясының информатика пән мұғалімі болып жұмыс істеймін. Мен үшін тәуелсіз еліміздің құрдасы болу үлкен абырой. Бүгінде Қазақстан жастары ғылым және білім және басқа да салаларда әлемдік деңгейде жетістіктерге жетуде. Оның барлығы мемлекетіміздің тәуелсіздігінің жемісі екенін мақтан тұтамын. Ел мүддесі жолында адал еңбек ету менің басты мақсатым. Қазақ елінің тәуелсіздік алған 30 жылдық мерейтойы құтты болсын. Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар. Мен Байларова Таңшолпан Майданқызы баршаларымызды асыға күткен тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Мен тәуелсіздік құрдасымын, және бұл мен үшін үлкен мақтаныш, мәртебе. Көк байрағы желбіреген, бүгінгідей абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болғай. Еліміздің мәртебесі биіктеп, шарықтай берсін деген ыстық ықыласымды. Ассалаумағалейкум. Мен Ержеке Ербол, тәуелсіздік құрдасымын. Павлодар облысы Ақтоғай ауданы Шолақсар ауылының тұрғынымын. Қазіргі таңда Павлодар қаласында тұрамын. Барша қазақстандықтарды Қазақстан Республикасының тәуелсіздік 30 жыл мерекесімен құттықтаймын. Болашақ жастардың қолында. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сәлеметсіздер ме, отандастар? Мен Шарипова Мақпал Балғабекқызы, Павлодар облысы Ақтоғай ауданы Жанатап ауылының тумасымын. Сіздерді тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға берекелі ғұмыр, отбасыларыңызға бақыт, денсаулықтарыңыз мықты болсын деп тілеймін. Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап кеткен тәуелсіз ел болу мәртебесін көру бүгінгі ұрпаққа бұйырған зор бақыт деп ойлаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.